Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тоғжан. Вау, неужели бұл кавер емес? Жарайды, бұл маңызды емес, себебі мен бриллиант батырма алдым. Ура! Деп айтқым келеді негізімен. Бірақ өкінішке орай менің арнамда 188 тіркелуші. Вряд ли мен өмірімде бриллиант кнопкалам. Сондықтан неге маған оны қолдан жасамасқа? Бүгінгі видеода мен осындай бриллиант батырма жасайтын боламын, картоннан және де осындай фольгадан. Және де видеом бастамас бұрын айта кетерім, егер вдруг сіздер тоже осындай бриллиант батырма жасағыларыңыз келсе, бұл менің видеомды қарап жасаудың керегі жоқ, себебі мен өте түсініксіз түсіндіремін. Және де сіздерде тоже менікі сияқты өте жаман шығуы мүмкін. Сондықтан менің видеомды қарап бриллиант кнопка жасаудың керек жоқ. Ендеше, давайте бастайық. Мен осындай бриллиант батырманы распечатать еттім. Мен әрине білмеймін точно қазір не істеймін, но наверное мен мынаны осылай обводить етем. Потом көреміз. Мен осылай картонды қиып алдым. Менде осындай еще копировка бар, осындай қағаз. Мен білесіздер ме, но осы қағаз арқылы мен осылай мынаның үстіне қоямын деп бастыратын боламын. Сіздер мүмкін түкте түсініп жатқан жоқ шығарсыздар, но қазір түсінесіздер. Міне мен осындай копировка арқылы осылай картонға мына суретті мында көшірдім. Және де мен қазір мына үшбұрыштарды қиятын боламын. Міне мен бүкіл осындай үшбұрыштарды, детальдарды қидым. Енді мен осы кнопканы мына картонға жабыстыратын боламын. Мен жабыстырдым осы қағазды, және де қидым. Және де қазір ең қиын және түсініксіз болады. Сондықтан мен бұны түсіндірмеймін. Мен өзім дұрыс түсінген жоқ. Біз осылай осындай үшбұрыштар жабыстыратын боламыз. Мен өте түсініксіз сөйлеймін, кешірім сұраймын. Сіздер түсініп жатқан жоқ шығарсыздар, но қазір, в общем, көресіздер. Мен көрсетемін сіздерге. Мысалы, мен осындай үшбұрышты аламын, және де осы жерге жабыстырамын. Және осындай үшбұрыш аламын, мына жерге жабыстырамын. Және де осылай бүкілін осылай жабыстырып шығу керек. Міне мен осылай жасадым біраз. Және де мен осындай бір детальді аламын, қиып алған.
Және осылай қылып жабыстырамын. Және осылай бәрін жабыстырып шығу керек. Міне мен осылай жабыстырып шықтым. Я өте неаккуратно шықтым. Короче, бұны түзеу керек, сондықтан мен, осындай пластилинмен, осындай бос жерлерді, пластилинмен жабатын боламын. Міне мен біраз осылай пластилинмен тесіктерді жабуға тырыстым, бірақ вообще жаман шығып кетті. Енді мен мынаны жабуға тырысамын. Бриллиантовый кнопка ұқсау үшін. Менде осындай фольга бар. Және де может осы фольгамен жабыстырып бірдеңке істеймін. Қазір көретін боламын. Міне мен осылай фольгамен жабыстырып шықтым. Я өте аккуратно шыққан жоқ. Енді маған осылай ортасын жасау керек. Мен білмеймін қалай ортасындағы үшбұрыш істесем болады, сондықтан мен, наверное, осы фольгамен осылай жабыстырам. Потом көреміз. Мен ойластырған жоқпын, қалай ортасын істесем болады. Мен осылай фольгамен орадым. Мен енді, чтобы объемный болу үшін, мен осылай артын қидым, және де осылай шеттерін қидым. Енді осылай жабыстыратын боламын. Міне мен фольгамен жабыстырып шықтым осылай. Енді оның бәрін как-то жабыстыру керек. Енді, мынаны осындай аламда. Және де осылай жабыстыратын боламын. Ал бұның үстіне. В общем, көресіздер қазір. Міне мен осылай жабыстырып шықтым. Енді маған осылай жабыстыру керек мына үстіне. Мен жаңа тырысып көрдім жабыстыруға, бірақ мен ештеңе шыққан жоқ, және мен білмеймін қалай мына үстіне жабыстырсам болады. Әлде былай қалдырайын ба? Бірақ менің оның осындай объемный болған қалаймын. Қазір бірдеңке ойлап табуға тырысатын боламын. Мен осылай скотчпен жабыстырып шықтым, осылай 4 жағын. Енді мен уже осындай термоклеймен жабыстырып шығатын боламын. Міне мен как-то осылай жабыстырдым. Мына жерде клей көрініп тұр. Білемін. Енді маған только осы ортасындағы үшбұрышты жасау керек. И потом уже болды. Одан кейін сіздерге не шыққанын көрсетемін. Мен ойлап таптым, мына үшбұрышпен не істесем болады. Мен осындай үшбұрыштар қиып алдым. Және де мен, осылай істейтін боламын. Мына үшбұрыштарды фольгамен жабыстырамын, және де осылай жабыстыратын боламын бір-біріне. Осылай жабыстыратын боламын. Әрине, прям шын бриллиантовый кнопкадағыдай емес, бірақ мен ойымша былай хотя бы как-то әдемірек көрінеді деп ойлаймын. В общем, көреміз неме шығады. В общем, міне мен осылай фольга жабыстырып шықтым. Енді қазір осылай жабыстыратын боламын. Міне менде осылай шықты. Енді маған тек қана осылай жабыстыруға ғана қалды. Және кнопкамыз дайын. Енді міне менде осындай кнопка шықты.
Я ол аккуратный емес. Білмеймін даже неме істеймін бұл кнопкамен, бірақ может там полка қойып қоямын, әдемі болып тұрады. В общем, көремін неме істеймін. Ал сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, лайк басып кетулеріңізге болады. Және каналға жазып кетулеріңізге болады. Мен әр жазылған адамға өте қуанышты боламын. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.